9 мамыр күні Шығыс Қазақстан облысының Белоусов ауылында қос мереке қатар атап өтілді. Ауыл тұрғындары ұлы жеңіс мерекесімен қоса аудандағы маңызды өндіріс ошағы Белоусов кен байыту фабрикасының туған күнінде атап өтті. Бұл фабрика өлді жеңіс күні құрметіне орай іске қосылған. Міне 68 жылдан бері фабрика осы ауыл тұрғындары үшін күнкөріс көзі болып келеді. Біздің немерелерімізді, шөберелерімізді де тағы 68 жыл асырасын. Бұл аталған саладағы өңдеу кәсіпорынның ішіндегі ең көнесі болып табылады. Белоусов фабрикасының цехтары жыл сайын 460 мың тонна кен өңдеп шығарады. Федоров Алексей Николаевич. Белоусов ауылы үшін бұл өндіріс орнының стратегиялық маңызы бар. Өйткені мұнда тұтас бір кеншілер династиясы қалыптасқан. Сондықтан фабрикадағы салтанатты шарада күллі ауыл тұрғындары бас қосты. Айтулы мереке футбол стадионында атап өтілді. Мерекенің құрметіне Белоусов алаңы бойынша мини-футболдан турнир ұйымдастырдық. Оған 7 команда қатысып жатыр. Кубок үшін болған жарыста Ертіс кенішінің футболшылары Таукен құтқару құрамасы, ардагерлер құрамасы мен Белоусов кен байыту фабрикасының шеберлері де күш сынасты. Фабрика құрамасы додадан озып шығып жеңімпаз атанды. Десек те бүгінгі мерекеде негізгі сый-сияпат Белоусов ауылының ардагерлеріне жасалды. Олардың бәрі де майданнан оралғаннан кейін кен байыту фабрикасының цехтарына жұмысқа орналасып, бейбіт өмір көшіне ілесіп кетті. Біз бұл жерде өте көп мөлшерде мыс қорғасын шығарамыз. Біз оларды мына 2 караттағы контейнерлерге орналастырдық. Кәсіпорын әкімшілігі ардагерлерге арнап мерекелік дастархан жайды. Ал Қазақмыс басшылары қос мереке құрметіне арнап материалдық көмек дайындады.